Сен оны көрмейсің, бірақ ол сенің үйіңде болуы мүмкін. Түнде бәрі тыныш болғанда біреу оянады, ол сенің ас үйіңде, қабырға ішінде, тіпті сенің дәл жаныңда жүруі мүмкін. Сәлем достар, бұл жануарлар шындығы каналы. Бүгін біз тышқандар мен егеуқұйрықтар туралы өте қызықты ақпаратты айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Үй тышқаны ең кең таралған кеміргіштердің бірі. Олар кішкентай, тез, өте бейімделгіш. Тышқандар өте жылдам көбейеді. Бір аналық жылына бірнеше рет тулайды, әр жолы 5-10 баладан. Ол тышқан балалары соқыр, әлсіз болады, бірақ өте тез өседі. Тышқандар барлығын жейді. Нан, дән, қалдық, тіпті электр сымына дейін кеміреді. Олар тез жүгіреді, тар жерден өтеді. Олар қауіптен қашады, кейде тұзақтан да қашып кете алады. Олар иісті жақсы сезеді, дыбысты естиді, тез бейімделгіш. Олар тірі қалудың шебері, көбеюдің чемпионы. Үй тышқаны жай ғана жүгіріп жүрмейді, олар бір-бірімен көрінбейтін дыбыстар арқылы сөйлеседі. Ультра дыбыс, яғни адам оны естімейді. Егер сен жарықты қоссаң, ол қатып қалады. Бұл өзін байқатпау үшін. Тышқандар бір рет қорықса, ұзақ уақыт есінде сақтайды. Олар жүрген жеріне із қалдырады. Сол арқылы жол табады, бір-бірінде табады. Жаңа нәрсе болса бірден жемейді, алдымен тексереді. Ол қателіктен үйренеді, қайта қайталамайды. Ал егеуқұйрық ше? Бұл тышқаннан да қауіпті, ақылды. Ол жай тышқан емес, ол үйренеді, есте сақтайды, шешім қабылдайды. Ғалымдар оны көбінесе экспериментте қолданады. Егеуқұйрық судан қорықпайды, ол жақсы жүзе алады. Олар бір-біріне көмектеседі, бірге өмір сүреді. Кей жағдайда каннибализм болады, яғни ол тышқан өз түрін, егеуқұйрық өз түрін өзі жейді. Кейбірі уға төзімді болады, территория үшін қатты шайқасады. Тышқандар 5-10 сантиметр болса, егеуқұйрық 20-30 сантиметрге дейін барады. Тышқандар үй ішінде, шкафта, қабырғада болатын болса, егеуқұйрықтар жертөледе, канализацияда, далада жүреді. Екеуі де түнде шығады. Бірақ егеуқұйрық батыл, тышқан сақ болады. Егеуқұйрық жоспар жасайды, үйренеді, адамды бақылайды. Тышқан қарапайым. Екеуі де бәрін жейді. Бірақ егеуқұйрық етті көбірек жейді, тышқан дәнді жақсы көреді. Екеуі де тез көбейеді, бірақ егеуқұйрық баяулау, тышқан өте тез. Егер кездессе, егеуқұйрық тышқанды өлтіруі мүмкін. Егеуқұйрық жаңа нәрседен қорқады, уды бірден жемейді, ал жеп қойған сәтте ол оңайлықпен өле қоймайды. Ал тышқан көбінесе тезірек алданады. Егеуқұйрықтар кез келген дерлік, тіпті ең экстремалды жағдайларда да аман қала алатын айлакер, ақылды және таңғаларлық табанды тіршілік иелері. Кез келген қалада егеуқұйрықтардың популяциясы өте көп. Өйткені адамдардың қасында егеуқұйрықтар жабайы табиғатқа қарағанда тамақ пен жылу табу оңайырақ. Өкінішке орай, жабайы егеуқұйрықтар әртүрлі аурулардың тасымалдаушысы болып табылады. Бұл көптеген адамдардың оларға деген дұшпандық көзқарасының себебі болып табылады. Егеуқұйрықтар туралы қызықты деректер. Тіршілік иелері өте әлеуметтік, олар әрқашан пакеттерде тұрады. Сәндік егеуқұйрықтарды да жалғыз ұстауға болмайды, олар өз түрімен араласпай-ақ сағыныштан құрып кетеді. Егеуқұйрықтар өте ақылды және қажет болса, олар оңай үйрене алады, үйретуге болады. Тұтқында егеуқұйрықтар орта есеппен 2 жыл өмір сүреді. Қалауы бойынша 2 есе көп. Егер құйрықтардың болашақ оқиғаларды болжай білу қабілеті
әлі күнге дейін жұмбақ. Мысалы, егеуқұйрықтар бомба сияқты қаруды сынау алдында әскери полигондарды жаппай тастап кетеді. Егеуқұйрықтар ауру және әрекетсіз туыстарына тамақ әкеліп, оларды аштықтан құтқарып, денелерінің жылуымен жылытады. Егеуқұйрықтар жер бетінде қазіргі адамдардың ата-бабаларынан 47-48 миллион жыл бұрын пайда болған. Әлемде адамдардан шамамен 2 есе көп егеуқұйрықтар бар. Кейбір елдерде, мысалы Вьетнамда, егеуқұйрықтарды жейді. Егеуқұйрық 2 метр биіктікке секіре алады. Қорқыныштың болмауына байланысты биіктікте егеуқұйрықтар құлап сынуы мүмкін. Егеуқұйрықтың жүрегі минутына 500 соққыға дейін соғады, яғни біздікінен шамамен 10 есе жылдамырақ. Олар керемет жүзушілер. Ресми рекорд егеуқұйрық үзіліссіз жүзген 29 шақырым. Егеуқұйрық 3 күнге дейін жүзіп, төзімділік ғажайыптарын көрсетеді. Танымал сенімге қарамастан, бұл жануарлар өте таза. Егеуқұйрықтардың өздері инфекцияны тасымалдамайды. Мұны бүргелер мен олардың жүнінде тұратын басқа да ұсақ паразиттер жасайды. Олар да адамдар сияқты күлуді біледі, әрине өзінше. Егеуқұйрық бір күнде 50 шақырымға дейін жүре алады. Басқа кеміргіштер сияқты егеуқұйрықтар өмір бойы тістерін өсіреді. Егеуқұйрықтар дірілдеп сөйлеседі, айтпақшы, олар бір-бірін жақсы түсінеді, бірақ көбінесе олар адам құлағы ести алмайтын ультрадыбыстық жұлдыру ысқырығы арқылы бір-бірімен байланысады. Сусыз бұл жануар жер бетінде кез келген басқа сүтқоректілерге қарағанда ұзағырақ өмір сүре алады. Егеуқұйрық жылына 10-12 килограмм тамақ тұтынады. Олар адамдар сияқты армандайды. Егеуқұйрықтың интеллект деңгейі мысыққа қарағанда жоғары. Егеуқұйрықтың қаңқасындағы сүйектердің саны іс жүзінде адамның қаңқасындағы сүйектердің санына сәйкес келеді. Бір жылда ұрғашы егеуқұйрық 100 егеуқұйрықтарды туалады. Егеуқұйрықтар ешқашан шамадан тыс тамақтанбайды, олар қажетінше жейді. Дегенмен олар хомяк сияқты қор жинайды. Табиғаттағы егеуқұйрықтар тышқандар мен кесірткелер сияқты әртүрлі ұсақ жануарларды аулайды. Егеуқұйрықтардың барлығына қызғанышпен қарайтын есте сақтау қабілеті бар. Егеуқұйрықтар тіпті бетон мен темірді кеміре алады. Егеуқұйрықтар тобы ит сияқты өте үлкен, олжаға да шабуыл жасай алады. Біз көбіне тышқан мен егеуқұйрықтан арылу үшін мысық асыраймыз. Дегенмен мысықтың тышқан болмаса егеуқұйрыққа шамасы келмейді. Сондықтан егеуқұйрықтан құтылу үшін дұрысы ит. Сонымен бірге жыланды да егеуқұйрықтарға қарсы пайдалануға болады. Олар тіпті жыланның иісін сезетін болса, ол жерге жоламайды. Егеуқұйрық пен тышқанның түйсігі жоғары болатындықтан, бірінің жасаған қателігін екіншісі қайталамайды. Олар қақпанды 10 метр қашықтықтан айналып өтеді. Сондықтан қақпанды көп пайдаланудың қажеті шамалы. Себебі балалар мен үй жануарларына қауіпті болуы мүмкін. Ал бүгінше осы. Келесі видеода жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.